Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік. AX үлкен b, AX кіші немесе тең b, AX кіші b-дан, AX үлкен немесе тең b түріндегі теңсіздіктер бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер деп аталады. A кіші b-дан және A үлкен b-дан бұл қатаң теңсіздіктер. Ал A кіші немесе тең b және A үлкен немесе тең b бұл қатаң емес теңсіздіктер деп аталады екен. Мәндес теңсіздіктердің мынадай ережелері бар. Бірінші, егер айнымалысы бар теңсіздіктің екі жақ бөлігіне де бірдей сандық қосса, онда берілген теңсіздікке мәндес теңсіздік шығады екен. Мысалға, x плюс 4 үлкен 5-тен, оған екі жақ бөлігіне де плюс 2, яғни 2-ні қосатын болсақ, x плюс 4 плюс 2 үлкен 5 плюс 2, осы екеуі бір-біріне мәндес болады екен. Келесі екіншісі, егерде теңсіздіктің x бар, яғни айнымалысын бір жаққа, ал сандарын бір жаққа топтастырып жазсақ, онда бастапқы берілген теңсіздікке мәндес теңсіздік болып шығады екен. Яғни бұлар да бір-біріне мәндес теңсіздік болады деген сөз. Келесі үшінші ережесі. Егерде теңсіздіктің екі жақ бөлігінде бірдей оң санға көбейтсе немесе бөлсе, онда берілген теңсіздікке мәндес теңсіздік шығады екен. Яғни 4x плюс 7 кіші 20 ғой, соны екі жақ бөлігінде 2-ге көбейтсек, яғни бірдей оң санға көбейтіп тұрмыз, бірдей оң санға көбейтетін болсақ, онда бізде 8y плюс 14 кіші 40-тан деген шығады. Яғни осы бастапқы теңсіздік пен мәндес теңсіздік болады екен. Екеуі, яғни бір-біріне мәндес теңсіздік болады екен. Келесі төртінші ережесі. Теңсіздіктің екі жақ бөлігінде теріс санға бөлсе немесе көбейтсе, онда берілген теңсіздікке мәндес теңсіздік шығады екен. Енді бұл жерде ескере кететін жағдай, берілген теңсіздікті теріс санға бөлсе немесе көбейтсе, онда таңба қарама-қарсыға ауысады. Енді сызықтық теңсіздіктерді шешудің мынадай түрлері бар екен. Бірінші, AX үлкен b, A кіші 0-ден деген жағдайды қарастырсақ. Мысалы, минус 6x үлкен 36-дан. Бұл жердегі минус 6 бізде A-ның орнында тұр. Яғни, минус 6 0-ден кіші болып тұр. Енді бұл теңсіздік шешу үшін теңсіздіктің екі жақ бөлігінде теріс санға, яғни минус 6-ға бөліп аламыз. Сонда, енді екі жақ бөлігінде теріс санға бөліктен таңбамыз қарама-қарсыға ауысады. Сонда x кіші минус 6-дан болады. Сонда минус шексіздіктен минус 6-ға дейін болады екен шешімі. Келесі екінші жағдай A үлкен 0-ден болған жағдайда. Онда 3x кіші немесе тең 18 деген теңсіздікті қарастырсақ, бұл теңсіздік шешу үшін екі жақ бөлігінде 3-ке бөліп тастаймыз. Сонда x кіші немесе тең 6 болады. Яғни минус шексіздіктен 6-ға дейін. Енді үлкен немесе тең, кіші немесе тең берілген кезде есептің шартында берілсе, онда тік жақша пайдаланылады. Келесі үшінші жағдай. A тең 0, b үлкен 0-ден болған кезде. Мысалы қарастырайық. 7 жақша ішінде x плюс 1, минус 4x үлкен 3x плюс 16-дан деген теңсіздік шешу керек болсын. Бұл жерде жақшаларды ашып есептеп аламыз. Сонда 7x плюс 7, минус 4x үлкен 3x плюс 16-дан болады. Енді 7x-тан минус 4x алып тастасақ 3x болады, плюс 7 қала береді, үлкен, мына жақ өзгеріссіз қалады, 3x плюс 16. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Сонда 3x, мына 3x-іміз теңсіздіктің сол жағын өткенде қарама-қарсыдан өтеді. Сонда 3x минус 3x болады, үлкен 16, мынау тоже қарама-қарсымен өтеді, минус 7 болады. Сонда 3x-тен 3x алсақ 0, 0x үлкен 9-дан дейді. Яғни, мына жерде x-тің орнына кез келген санды қойсақ, бұл жер бізде 0-ді береді. 0 бізде мына 9-дан артық бола алмайды. Сонда бұл жағдайда бізде шешімі жоқ болады екен. Келесі төртінші жағдай. A тең 0, b кіші 0-ден болған кезде. Мысалға, 6x плюс 17 үлкен 2 көбейтілген жақша ішінде 3x плюс 4. Бұл есепті теңсіздікті шешеге 6x плюс 17 үлкен, мына жерде жақшаны ашып есептеп аламын. Сонда 6x плюс 8 болады. Енді x-тарын бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырсақ, 0x үлкен минус 9-дан болады. Енді x-тің орнына кез келген санды қоятын болсақ, онда 0 шығады бұл жерден. 0 бізде мына минус 9-дан, теріс саннан үлкен болады. Яғни бұл жағдайда минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін
жауабы болады екен. Енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал, 10 плюс 7x үлкен 24-тен. X-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Сонда 7x үлкен 24 қалады, мынау 10 минус 10 болып барады. Сонда 7x үлкен 14-тен болады. Енді екі жақ бөлігінде 7-ге бөліп тастасақ, x үлкен 2-ден. Яғни 2-ден плюс шексіздікке дейін болады екен. Келесі 19 минус 6x кіші минус 5-тен. Бұл жерде де x-тарын бір жаққа, сандарды бір жаққа жинастырамыз. Сонда минус 6x кіші минус 5, мына 19 қарама-қарсылығымен барады, минус 19 болады. Сонда минус 6x кіші минус 24-тен. Теңсіздіктің екі жақ бөлігінде теріс санға көбейтіп аламыз, яғни бөліп аламыз. Минус 6-ға сонда x үлкен 4-тен, яғни теріс санға бөлінген таңбамыз қарама-қарсы ауысты. Сонда 4-тен плюс шексіздікке дейін болады екен. Енді мынадай бөлшек түрінде берілген кезде ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлімі бізде 6. Онда 7x плюс 2 минус 6x кіші немесе тең 10x плюс 8 минус 24 шығады. Арғай ықшамдайтын болсақ, x плюс 14x кіші немесе тең 8 минус 2 болады. Онда 15x кіші немесе тең 6. Бұдан x табатын болсақ, 15-тен x кіші немесе тең 15-тен 6. Яғни x кіші немесе тең 5-тен 2 болады екен. Келесі есеп. Мынадай есептер шығарайық. Бірінші, мына түрде берілген, яғни бұл жерде де бөлшекпен берілген. Ортақ бөлімге келтіреміз. 2 мен 3-тің ортақ бөлімі 6. Бірінші, мына бөлшекке 3-тен, мынаған 2-ден. Яғни 3-ті 3x-ға көбейтсек 9x, 3-ті 4-ге көбейтсек жазып аламыз минус 12. Үлкен, мынаған 2-ден бердік, 2-ге көбейтіп аламыз әрқайсысын. 2 көбейту 6, 12, 2 көбейту минус 2x, минус 4x болады. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинастырамыз. 9x қала береді, минус 4x плюс 4x болып келеді. Үлкен 12, мынау минус 12 мына жаққа плюс 12 болып келеді. Онда 13x үлкен 24-тен болады екен. Яғни x үлкен 1,13-тен 12. Келесі, бұл жерде де ортақ бөлімге келтіреміз. 6 мен 5-тің ортақ бөлімі 30. Мынаған 5-тен, мынаған 6-тан, көбейтетін болсақ, 5-ті 10-ға көбейтсек 50, азайтылған 5x-ға көбейтсек 5x. Сонда 50 азайтылған 5x үлкен немесе тең, мына жаққа 6-тан келеді. Сонда 6x плюс 42 болады. Бұл жерде ары қарай x-тарын бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Сонда минус 11x үлкен немесе тең 42 минус 50. 11x үлкен немесе тең минус 8. Енді теріс санға бөлгендіктен таңбамыз қарама-қарсыға ауысты. Сонда x кіші немесе тең 11-ден 8 болады екен. Келесі үшінші есеп. Бұл жерде де ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімге келтіріп, мынадай теңсіздіктерді аламыз. 15 плюс 10x кіші немесе тең 12x минус 8. X-тарын бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Сонда 10x минус 12x кіші немесе тең минус 8 минус 15 болады. Ары қарай ықшамдаймыз. Минус 2x кіші немесе тең минус 23. Енді теңсіздіктің екі жақ бөлігінде теріс санға бөлгендіктен таңба қарама-қарсы ауысады. X үлкен немесе тең 2-ден 23 болады екен.